Робототехника құрастырудан үздік деп танылған Алмаз Абдуалиев ақылды суарумен автоматтандырылған жылжай жобасын ойлап тапқан. Арнайы датчиктер орнатылған құрылғы қуаңшылық өңірге қажетті дүние екені бірден көзге түсті. Менің жобам ол жылжай автоматтандырылған суарумен кәдімгі жылжай. Біздің Түркістан облысының бір проблемасын шешу арқылы бізге бір жоба жасасын деген тапсырыс берді. Біз сол тапсырманы орындадық. Ақылды жылжай ол Түркістан облысының жаңағы шаруашылық, жер шаруашылығы мен агрария, инженерия жағынан өте пайдалы жоба деп есептедік. Ол автомат тұрған система кәдімгідей Arduino арқылы, Arduino деген плата толық бүкіл датчиктарына қосылған. Біздің жаңағы шаруашылық заттармен айналысатын ферма, жаңағыдай бақша дегендерге арналған. Суды үнемдеп пайдалану арқылы біз максимум шығарамыз біздің системадан. Өнертапқыштың айтуынша 1 гектар жерге арнап жасалатын ақылды жылыжайға миллионға жуық қаржы жұмсалады екен. Яғни шаруаның шығынын азайтып, несібесін арттыруға сеп болмақ. Біздің система толық тиімді неге? Өйткені аналог жоқ. Басқа аналогтарға қарағанда өте бағасы төмен. Сол жағымен отырып тұр. Мысалы, басында қалай болады? Қосылады. Белгілі бір гүлге, мысалы, біз насоспен су алып келетін болсақ, капельная технология деген бар, орошение деген, тамшылап тұрып, орошать етеді. Белгілі бір, мысалы, гүл бар, оған біз күніне 200 мл су құю керекпіз өсу үшін. Сол 200 мл біз бағдарлама арқылы, насос арқылы беріп қоямыз күн сайын. Белгілі бір уақытта, бір 24 сағат сайын, болмаса 12 сағат сайын белгілі өзінің беретін уақытта болғаннан кейін суарайды. Жастар ресурстық орталығы ұйымдастырған роботтық 2021 жобасына орта және арнаулы оқу орындарынан 54 жас қатысқан. Олар 3 топ бойынша 1 ай бойы сабақ алған. Оқу барысында жастар роботтардың үлгілерін әзірлеп қана қоймай, оларды жасау техникасын меңгеріп бағдарламалады. Бастама ары қарай жалғасын табатын болады жастар тарапынан. Бізде қазіргі таңда сұраныстар келіп түсіп жатыр. Біз басында бұл бағдарламаны жобаны басталған кезде бағдарламалар жазуға сондай бағыттаған едік. Енді жаңағыдай робототехникаларды құрап жасау бойынша жастардың тарапынан ұсыныс түсіп жатыр осындай бағыттары. Енді алдағы уақытта бұл жобаны әрмен қарай дамытып жұмыс жасауға тырысамыз. Біз осы жерде қазіргі таңда жастарға бағдарлама жасауды көрсеттік. Жастар өздері бағдарлама жасап шықты. Алдағы уақытта бұл бағдарламаларды үлкен бір жобаларға қою мәселелерін қарастыру жұмыстары жүргізіледі. 54 өнертапқыш арасынан оқ бойы озып шыққандар арнайы сыйлықтармен марапатталды. Үздіктерге 300 000 теңгелік сертификат берілді. Нұрлан Пайызов, Владимир Соколов, Роман Пірімқұлов, Нарньюз.